Бәріңізге тағы да сәлем. Arduino негіздері курсының екінші сабағына қош келдіңіздер. Екінші сабақтың тақырыбы Dual LED деп аталады. Dual LED дегеніміз не? Dual LED екі анод шықпасы, бір катод шықпасы бар электрондық аспап. Екі анод шықпасы қызыл немесе жасыл түсті жарық шығарады. Бүгінгі сабақта теміржол саласында қолданылатын және жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамға негізделген жаңа проектіні жасап үйренетін боламыз. Теміржол саласына қолданылатын бағдаршамдар бүгінгі өткен Dual LED принципіне негізделген. Көріп отырғанымыздай қызыл және жасыл түсті жарық шығарады екен. Және де бұл принцип жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамдарда қолданылады. Практикалық жұмыстың бірінші бөлімінде біз фрейзинг платформасында жұмыс жасаймыз. Бізге керекті Arduino микроконтроллер мен макеттік платаны орнатамыз. Arduino микроконтроллер мен макеттік платаны орнатып болғаннан кейін біз chassis деген бөліктен біз Dual LED іздейтін боламыз. Dual LED іздеудеміз. Көріп отырғанымыздай диод ғана және RGB LED ғана көріп отырмыз. Енді іздеу дегеннен диод LED іздеп диод LED аламыз. Макеттік платаға орнатып болдық. Енді біз көріп отырғанымыздай екі оң жағында жасыл түсті анод, сол жағында қызыл түсті, ортасында катод берілген. Катодты біз ground жерге жалғайтын боламыз, жерге тұйықтаймыз. Көріп отырғанымыздай ортасы катод, екі жағы анод, оң жағы жасыл, сол жағы қызыл түсті. Жерге тұйықтаймыз, ортасындағы катод бөлікті. Катод бізде минус болғандықтан ground бөлікке, қуаттандырғыш бөліктегі тұрған, powerда тұрған ground пиніне жалғаймыз. Қара түске өзгертеміз жалғағышын, және де green пинді, жасыл анодты біз digital бөлікте тұрған 10-шы пинға апарып жалғаймыз. 10-шы пинға апарып. Және де осы жалғағыш сымды біз жасыл түске өзгертеміз, зеленый светке өзгертеміз. Ал қызыл пинді диджиталдағы 11-ші пинға апарып жалғаймыз. Көріп отырғанымызда 11-ші пинға келіп жалғап жатырмыз. 11-ші пинға келіп жалғадық, қызыл түске өзгертеміз. Көріп отырғанымызда біз жалғадық. Бірақ та біз алдыңғы эксперимент айтқанымызда анод бөлікті бірден тікелей Arduino микроконтроллерінің диджитал бөлікке жалғауға болмайды, өйткені диодымыз күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да резисторды 220 омдық резисторды қолданып, оны 2 рет 90 градусқа бұрап, макеттік платаға орнатамыз анод арқылы. Көріп отырғанымыз жалғағыш сымы резистор арқылы біз 10-шы және 11-ші пиндарға жалғады, және эксперт PNG форматындағы суретке шығарамыз. Көріп отырғанымызда бізде сұлбамыз PNG форматындағы сурет ретінде шықты. Практикалық бөлімнің екінші бөлігінде Arduino IDE программасы скетчін жазатын боламыз. Фрейзинда құрған сұлбамызға бізде бірінші green pin 10-шы пинға жалғаған болатынбыз, және де оның типі integer, ал қызыл анодты біз 11-ші пинға апарып жалғадық, сондықтан айнымаларды береміз. Одан кейін setup функциясында біз конфигурация жасаймыз. Pin mode функциясы арқылы output шығыс, яғни green pin мен red pinге output беру арқылы конфигурация жасаймыз. Конфигурация жасадық. Одан кейін loop функциясына, циклдық функциямызға біз write, яғни digital write, digital бөлікке жалғадық 10-11-ші пиндарды. Яғни бізде бағдаршамның, жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамның принципіне негізделгендіктен бізде екі свет қолданылады, екі түс, жасыл және қызыл. Бізде бірінші қызыл түс жансын, одан кейін жасыл түс сөніп тұрсын. Бағдаршамның принципі сондай, жасыл түс жанғанда қызыл түс жанбайды, қызыл түс жанғанда жасыл түс жанбайды. Дәл сол секілді бізде қызыл түс жансын, high, яғни жанып тұрсын, ал green pin low өшіп тұрсын, және де 4 секунд бойы. Ал одан кейін delay ұзақтығы 4 секунд. 4000 микросекунд. Және де бізде ал енді алмастырдық, жасыл жанған кезде қызылды сөндірдік. Және де бұл 5 секунд аралығында жансын дедік. Және де біз компиляцияға беретін болсақ, компиляция орындалуда. Компиляциямыз дұрыс жұмыс жасау үстінде, яғни орындалып дұрыс жұмыс жасады. Практикалық бөлімнің үшінші бөлігінде Tinkercad онлайн сервисіне жұмыс жасайтын боламыз, және де біз Arduino микроконтроллер мен макеттік платаны орнатамыз.
Arduino микроконтроллер мен макеттік платаны орнатып болғаннан кейін біз макеттік платаның үстіне орнататын датчикті немесе диодты іздейміз. Бізге dual LED датчигі керек, және де біз жарық диодын көріп тұрмыз, және де RGB диодын көріп тұрмыз, жарық диодын. Және dual LED іздеп көрейік, бар ма жоқ па? Өкінішке орай жоқ екен, сондықтан да біз RGB жарық диодын аламыз. Өйткені бұнда 4 шықпа бар, ал dual LED-та бізде 3 шықпа бар. Сондықтан да RGB диодындағы көк түсті алмаймыз. Бұнда RGB-дағы катод бөлігін граундқа жерге тұйықтап жатырмыз. Граундқа жалғадық. Одан кейін біздегі оң жағындағы ең шеткі нүкте ол бізде жасыл түсті 10-шы digital 10-ға жалғадық, яғни жасыл түсті болғандықтан green пин, яғни green анод, жасыл түсті анод бөлігін біз digital 10-шы пинға апарып жалғадық. Одан кейін бізде сол жақтағы ең шеткі ол бізде қызыл түсті, оны digital 10-шы пинға апарып жалғаймыз. 11-ші пинға апарып жалғаймыз. Кешіріңіздер, 11-ші пинға апарып жалғаймыз. Жасыл түсті 10-шы, ал қызыл түсті 11-ші пинға апарып жалғаймыз. Бағдаршамның принципі негізінде жасап жатырмыз, яғни қызыл мен жасыл түстерді ғана шығарамыз. Көк түстіні қолданбаймыз. Және де айта кеткен жөн, алдыңғы экспериментте айтқанбыз, жарық диодын немесе кез келген диодты бірден тікелей Arduino микроконтроллеріне жалғауға болмайды, өйткені жарық диодымыз күйіп кетуі мүмкін, істен шығуы мүмкін. Сондықтан да 220 омдық резисторларды қолданатын боламыз. Және де кодына скетчін жазатын болсақ, Arduino IDE-да жазған скетчімізді біз көшіріп алып, сонда бірден апарсақ болады. Осы жерден апардық. Және біз скетчіміз бойынша енді қараймыз. 4 секунд бойы бізде қызыл жану керек, 4 секунд бойы. Содан кейін 5 секунд бойы бізде жасыл жану керек. Яғни бұл жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамның принципіне негізделген скетч код болып тұр. Яғни 4 секунд бойы қызыл жанып тұр, 5 секунд бойы жасыл жанды. Жасаша бермейді дейді бағымды, құрғытқызбай жанымдағым жыстық шағымды. Меңгеруге тырысылдым мен сабанды, өмірдегі нағаташ қарады жанымды. Жасаша бермейді дейді бағымды, құрғытқызбай жанымдағым жыстық шағымды.